Ассалаумағалейкум. Бүгін бізге 190 Мерседес келіп жатыр. 102 мотор, 2D объем. Моторы сап қалды деп келіп тұр. Айналмай қалды дейді. Өз свечасы өзіне шыққан. Андай болып кетіпті. Бұда 3-ші поколение газы бар екен. Қазір моторын көреміз. Алдына несін диффузорын шешіп айналдырып моторын. Ал 27 кілтпен мотордың алдын айналдырып жатырмыз. Аяқтан цепке қарайық қазір. Айналып жатыр. Мотор айналып тұр. Осы тұрғанда ұстап қалды. Айналмайды. Қазір кері қарай айналдырып көреміз енді. Что-то цеп секіріп жатқан сияқты. Айналып жатыр. Бірақ цеп айналмай тұр. Цеп секіріп жатыр. Бұзып бәрін сөйтіп болғаннан кейін көру керек. Мотор неге айналмай тұрған. Головкасын ашып қойдық. Енді тексеріп жатырмыз дефектісін. Мына жерде головканың бетінде сосущий клапан, ауа соратын клапан бірдікі тиген. Төрттікі тиген, сосын яқтан бірдікі тиген. Полный капремонт жасау керек на моторға. Машинаның егесін айту бойынша май жеп тұр деген тұғын. Мына жерде натяжитель бар. Натяжитель цепті керіп тұратын. Соның башмак. Сол сынып кеткен. Қазір головкасын көрсетеміз. Сосущий төрттікі клапаны сынып кеткен. Сөйтіп үстіне тұрып поршынға осы тиген. Бұл головканы де аргон сваркаға жіберу керек екен. Мына жерлері уже головка прокладтың тұратын жері уже қосылып кетуге дайын тұр. Мына жерде сондай сынған клапаны. Жерден клапаны сынып кеткен. Негізі газбен жүретін машиналарда осындай қақтар көп болады. Мына клапан сынып түсіп кеткен кезде мына жерде седлоға тиген екен. Оның седлосын да ауыстырып жүру керек. Жерлерді ұрылған. Қане, қызылыш. Не көрдіңіздер ма? Клапан сынып кеткен кезде сол жерлерге ұрып тастаған. Моторды полный алып, егер еділсісін көреміз. Еділсі қандай болып тұрған.
егер ремонтный гейзіге жанатынға ремонт бұлардікі 95 болады. 95-те біз 96-ға келсе егер 96-ға жонып жібереміз, қайтадан жинауға болады. Жалпы моторды жинауға болады. Мына жақта передний крышканы ашып көру керек бірінші очередь. Передний крышкаде насос тұрады. Сол насостың егер асты несі сынып кетпеген болса, передний крышкасы аман болса болды. Моторды жинаймыз, жақсылап жуып, тазартып, алдағы уақытта тағы да видеоларын шығарамыз. Жинын бұзып, ішін гейзілерін көреміз, кольцелерін көреміз, қандай болып желінгенін.